Встречайте! Хусындин Муслим Нишонов! Сонымен қадірлі телекөрермендер, сіздердің назарларыңызда міне Өзбекстаннан келген спортшы Муслим дейтін лақап аты бар Хусындин Нишонов. Өзбекстанның Ташкент қаласының спортшысы, Саид командасының мүшесі, жасы бүгінде 28-ге толған, бойының ұзындығы 1,83 метр. Осыған дейін аталмыш спорт түрінен 4 рет жеңіп, 4 рет алаңға шыққан. Өзбекстан Республикасының кикбоксингтан чемпионы және қоян қолтық ұрыстан спорт шебері екен, және кикбоксингтен де спорт шебері атағын иеленген спортшы. Өзбекстаннан келген Муслим Хусындин Нишонов өзінің лақап атына сай қазір өзінің діни бағытындағы әдемі әуезді ырғағымен 8 бұрыштың ішіне көтерілді. Ал енді жергілікті спортшы барша жанкүйерлердің қолдау танытып отырғанын көріп отырсыздар. Дәл қазір әрқайсысы естелікке видеоға жазып дегендей. Сонымен Ғалымжан Қанаевтың лақап аты Батыр. Қазақ кез келген жігітке Батыр деп атақ бермейді. Батыр деген бұл жайған атау емес, Батыр деген даңқ. Сондықтан бұл даңқты қорғау үлкен жауапкершілік. Қазақтың батырына біз сәттілік тілейміз. Қазақстан Республикасының намысын қорғайтын бұл спортшы Шымкент қаласының, яғни жергілікті спортшысы Қажымұқан дейтін команданың мүшесі екенін айта кетейік. Қарсыласына қарағанда 2 жыл кеш туған, 26 жасар, 188 сантиметр бойы. Бұған дейін осы ММА-дан 3 рет шыққан екен. Рекорд 4 победы, 0 поражений, 0 ничей. Хусындин Муслим Нишонов! Алла! Ғалымжан Қанаевтың 3 рет жеңіп, 1 реттен түскенін айта кетейік. Бұл жігіт кикбоксингтан және аралас жекпе-жектен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Ушусандадан спорт шебері, кикбоксингтан әлем кубогының иегері және аралас жекпе-жектен бұл Қазақстан спортшысы Азия чемпионы екенін айта кетейік. Барша ақпарат сіздердің назарларыңызда дәл қазір. Сонымен Ғалымжан Қанаев пен Хусындин Нишонов арасындағы біз жекпе-жекті дәл қазір сіздердің алдарыңызда тамашалаймыз. Ортадағы рефери бұл азаматтарға жекпе-жектің ережесін аз кем түсіндіріп өткеннен кейін бұл кездесуде басталмақ. Сонымен міне төрешінің пәрмені берілді. Алла жар болсын деп Шымкенттің барша жанкүйерлері тақым қысып отырғаны белгілі. Ғалымжан Қанаев қызыл және Хусындин Нишонов көк бұрышта өнер көрсетіп жатқан жайы бар. Міне Ғалымжанның тамаша соққылары қос қолмен әдемі бокстың әдісіне салып бірнеше соққысын қатар өткізді қарсыласына және аяқпен де тіземен бір денесіне жасаған соққысын көрдіңіздер. Енді барша біз тақым қысып отырған жанкүйерлерді, спорт көрермендерін дәл осы қазақ жігіттеріне Алаш Прайд тұжырымы бойынша бүгін жанкүйерлік жасауға шақырамыз.
Итак, дорогие друзья, мы дождались начала турнира Алаш Прайд и первый поединок по K1. Это Хусидин Муслим Нишонов, Узбекистан, Ташкент, команда Саид, ну и его соперник очень опытный Калымжан Батыр Канаев, Казахстан, Шымкент, команда Хаджи Мукан. И вот как раз у бойца, представляющего город Шымкент, Канаева, очень такая хорошая школа, техника вышкаленная, при этом видно опыт очень серьезный. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу и по универсальному бою, мастер спорта по Ушу Сандаун, обладатель Кубка мира по кикбоксингу, чемпион Азии по универсальному бою. И чувствуется, насколько он более уверен, нежели его оппонент. Такое передвижение, очень хорошо двигается на ногах, чувствителен, включает челнок. Ну и раздергивая, он начинал атаку постоянно. Он первым, по большому счету, начал плотно и жестко работать. Сейчас был удар, вероятнее всего, в запрещенное место, паховая область. Мы знаем, что по большому счету во всех видах единоборств запрещен подобный удар, за исключением тайского бокса. Вот только в тайском боксе можно наносить удары в область пах, и тебе не будет за это ничего, да, не будет, соответственно, каких-либо санкций со стороны судьи, и ты можешь продолжать поединок. Главное, чтобы твой соперник мог это делать. А вот здесь правило K1, естественно, как и в ММА, запрещены удары в область паха. Дали возможность остановиться сопернику из Узбекистана. Хороший фронт-кик пробивает боец из Казахстана Канаев. Классный по туловищу. И тут же продолжает атаку из двух стоек, из левши. И сейчас пробует прыжковый удар, используя ножницы, но мимо цели и падает. При этом теряет равновесие. Он на канвас октагона. И напомним, дорогие друзья, редко действительно можно увидеть подобные бои K1 в октагоне, в восьмиугольнике. Это отдельная, наверное, такая интересная, эксклюзивная ситуация. Қазақстандық спортшы Ғалымжан Қанаевтың қайшылап тұрып қос аяқты пайдаланып тепкенін көрдіңіздер, бірақ бұл соққысы аса бір қатты өте қойған жоқ. Тиісінше төрештен бір ескерту жасап алды, жаңа ғана рұқсат етілмеген жерден соққы жасаған үшін. Сонымен екеуінің арасындағы кездесудің бірінші раундтың аяқталуына небәрі 10 секунд қана уақыт қалды. Тіпті аяқталып та қалған екен. Конец первого раунда. Сонымен бірінші кезең өз мәресіне жетті. Қазір секунданттар шығып артық қимыл жасамау керек екенін ескертіп жатқан жай бар. Ғалымжанға расымен де көп артық қимыл жасаудың қажеті жоқ. Екі спортшы да бір шаршап қалды деп айта алмаймыз. Әлдеттің 80 келіге дейін болса да. Және естеріңізге сала кетейік, қадірлі телекөрермен, бұл Қазақстан және Өзбекстан Республикасының жігіттері ортаға шыққан жекпе-жектің түрі K1, яғни K1 деп айтады халықаралық терминде. Сонымен міне, қараңыздаршы, Ғалымжанның ең алғашқы болып жасаған алғашқы соққылары қайталап көрінісі де өте әсерлі шыққанын көріп отырмыз. Бұл біздің спортшыға төрешілердің тарапынан оң қабақ танытуына септігін тигізетіні белгілі. Бұған дейін енді Ғалымжан жалпы 4 рет жекпе-жек өткізген. Аралас жекпе-жектен және оның үшеуінде жеңіске жетіп, біреуінде өкінішке қарай жеңіліске ұшыраған екен. Ал бүгін бірде бір рет жеңілмеген, 4 рет алаңға шыққан өзбек спортшысын Муслиммен шықтырған жайы бар. Және Муслим бүгін дәл осы жекпе-жектен байқап отырғанымыздай сол жеңілмеген дейтін атақтан қалатын секілді. Сонымен біз әрине қазақстандық спортшыға сәттілік тілейтінімізді жасырмаймыз. Екінші кезеңде әдемі басталды. Міне қазақстандық спортшының аяғы тайып кеткен сәтіне куә болдық. Өте жылдам, әрі қорғана жүріп шабуылдай алатын спортшылар жалпы мені тәнті етеді. Сондықтан бұл жерде жігіттердің
екеуі де дәл сондай бағытта өнер көрсетіп жүрген жайы бар. Ну, здесь мы видим, картинка чуть-чуть меняется по ходу поединка. Все больше и серьезнее огрызается Хусейдин Муслим Нишонов, боец из Ташкента, команда Саид. И при том, что у него нет поражений в его карьере, 4 победы. Это 5-й поединок в качестве профессионала. Естественно, ему не хочется ни в коем случае этот свой послужной список каким-то образом сделать хуже, да, и чтобы в графе поражений появилась единичка. И поэтому он сражается, он пытается навязать также свой поединок. Он чуть-чуть приостановил вот этот ход вперед, который осуществлял по ходу первого раунда казахского бойца Галымжана Батыра Канаева. И начал также контратаковать. И очень опасно, особенно с правой руки, удар с его стороны может быть действительно максимально опасен. Сейчас пропускает он по печени с левой ноги. Мидл почувствовал, что попал Хусейдин Муслим Нишонов. Жестко попал в область правого нижнего подреберья. Из левши как раз он это сделал и пробил печень. Жизненно важный орган. И почувствовал этот момент. И, конечно, терпит. И сейчас он уже не может терпеть и падает на канвас. Расменде қадірлі телегөрмен айтып ауыз жиғанша Ғалымжан Қанаев жеңілмеген дейтін өзбек спортшысының атағына сызат түсіруге дайын тұр. Сол аяқпен жасаған, бауырдан жасаған соққысы өте керемет өтті. Жанкүйерлерінің қуанышында шек жоқ, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Біздің әріптестеріміз де дәл осында жүрген секілді. Сонымен біз Ғалымжан Қанаевты, яғни Батыр лақабатының иесін дәл осы аталмыш жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа дәл осы біздің батырымыз шығып келе жатқан кезде айттым ба, қазақ батыр деп кез келген адамды атамайды. Батыр дейтін бұл атақ, бұл даңқ, сондықтан оны ұстап жүру үлкен жауапкершілік. Міне, Ғалымжан Қанаев дәл осы үдеден шықты десек болады. Өзбек балуаны, өзбек спортшысы Муслим Хусейдин Нишоновты дәл осылай екінші раундтың бел ортасына жеткен тұста. K1 тұжырымы бойынша Алаш Прайд халықаралық турнирінде өзінің жерінде, өзінің елінде, өзінің отанында осылайша жеңіс алды. Ғалымжан Қанаев бүгінгі алғашқы жекпе-жектің жеңімпазы және қазақтардың бүгінгі жеңісті күнінде шымылдық тұрып берген біздің батыр болды. Қарсыласына қонаққа дейтін құрметті де көрсетті. Нағыз шымкенттік мінез. Міне. Бұған дейін негізі 2 рет өткен соққы, сол аяқты. Бұл жерде Нишонов шыдай алмады расымен де.